Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 102-ші сабақ өзіңді тексер. Бүгінгі сабақта санды және әріпті өрнектер, теңдеулерге байланысты есептерді шығарамыз және соларды қайталаймыз. Келесі есепке қарайтын болсақ, Наурыз мерекелік концертіне әр сыныптан 3 оқушыдан 4 сыныптың оқушылары қатысты. Концертке неше оқушы қатысқандығын табайық. Қысқаша шарты құрылды. Енді бұл жерде жалпы оқушылар санын табу үшін 4-ке көбейтеміз, сол кезде 12 шығады. Жауабы концертке 12 оқушы қатысты. Екінші есеп. Қазақша күреске келген балуандар 3 топқа бөлінді. Әр топта 4 балуаннан болса, онда күреске келген барлығы неше балуан дейді. Ол үшін қысқаша шартын жазамыз. 3 топқа бөлінген және әр топта 4 балуан болған. Барлық балуандар санын табу үшін 3-ті 4-ке тағы көбейтеміз, мәні 12-ке шығады. Тең болады. Жауабы күреске 12 балуан келді. Үшінші есеп, өрнектің мәнін тап. 80-нен 40-ті азайтамыз, 40 шығады емес жақшаның ішінде. 70-тен 40-ті азайтсақ 30 шығады. Жақша ішінен 90-нан 30 азайтамыз, 60 болады. 20-ға 60 қоссақ 80 болады. 65-тен 17 азайтсақ 48 болады. 48-де 29 қоссақ 77 болады. Төртінші есеп. Наурыз мерекесіне қатысу үшін әрқайсысында 3 адамнан 8 топ келді. Олар 4 адамнан киіз үйлерге жайғасты. Қонақтар неше киіз үйге жайғасты? Барлығы 3 адамнан 8 топ. Сонымен барлығы қанша адам бұл жерде? 24 адам болады. Себеп 3-ті 8-ге көбейтемізде 24 адам болады. Енді сол 24 адам 4 адамнан неше киіз үйге жайғасқандығын табамыз. Ол үшін 24-ті осы 4-ке бөлеміз. Сол кезде киіз үйдің саны 6 екендігін табамыз. Жауабы қонақтар 6 киіз үйге жайғасты. Келесі 5-ші күрделі теңдеулерді шешеміз. Бірінші жақша ішін орындап аламыз. Жақша ішінде 96-тан 37 айтсақ 59 болады. 59 азайтылған x тең 27-ге. X табу үшін 59-дан 27-ні азайтамыз. Сонда теңдеудің түбірі 32 болады. Орнына қойып тексеретін болсақ, 96-тан 37-ні азайтсақ 59 болады. 59-дан 32-ні азайтсақ 27 болады. 27 тең 27-ге деп тексереміз. Келесі екіншісі. Жақша ішіне 35 шығады, y қосылған 35 тең 36-ға. Y-дің мәнін табу үшін 36-тан 35 азайтамыз, мәні 1-ге тең болады. Орнына қойып тексеретін болсақ, жақша ішіне 35 шығады, оған 1-ді қоссақ 36 болады. Алтыншы есеп. Ой сергек және санамақ. Екі балада жалпы 10 алмұрт бар екен. Егер бір алмұртты жеп қойса бірінші бала, ал екінші бала 3 алмұрт жеп қойса, ол кезде бұлардың алмұрттарының саны тең болады екен. Бастапқыда балаларда неше алмұрттан болған? Ол үшін жеп қойған алмаларды бірінші қосамыз. Және соны жалпы алмалар санынан азайтамыз. 3-ті 1-ге қоссам 4 болады. 10-нан 4-ті қоссақ 6 болады. Енді 6-ны 2 балаға бөлеміз, 3 шығады екен. Енді сол 3-ке бір алманы қоссақ, сол кезде бірінші баланың бастапқы алмұртының саны шығады. 3-ке 1-ді қоссақ 4 болады. Сонда бірінші балада бастапқыда 4 алмұрт болған. Екінші балада 3-ке 3-ті қоссам 6 болады. Сонда екінші балада бастапқыда 6 алмұрт болған екен. Келесі есеп 1, 2, 3, 4, 5 цифрларын бір рет қана пайдаланып, мысалды қалпына келтір. Сонда бірінші және екінші қосылғыштар 2 таңбалы сандар, ал үшінші қосылғыш 1 таңбалы сан екендігін туралап жазуымыз керек. Бірінші және екінші сан деп отқаным, ол 34 пен 25 қылып жаздым мен. 34 пен 25 қоссақ 59 шығады екен. Оған бір санын қоссақ, мәні 60-қа тең болады. Келесі есеп, бос яшықтарды толтыр. Берілген яшықтарды қырынан, табанынан санап қосқанымызда мәні 12-ке тең болу керек.
6-ға 5 қосам 11, оған 1-ді қоссам 12 болады. 5-ке 4 қоссам 9, оған 3-ді қоссам 12 болады. 6-ға 4 қоссам 10, 2 қоссам 12 болады. Келесі яшығымызда 17 болу керек. 6-ға 8 қоссам 14 болады, 2 қоссам 16, 1-ді қоссам 17 болады. 5-ке 8 қосамыз 13, 3-ді қоссам 16, яғни 17 болады. 7-ге 5 қосамыз 12, 12-ге 2 қосам 14, 3-ді қосам 17 шығады. Келесісі, 6-ға 4-ді қосам 10, 2-ні қосам 12, 7-ні қосам 19 шықты. 5-ке 4-ді қосам 9, 9-ға 7 қоссақ 16, 16-ға 3-ді қоссақ 19 болады. Соңғысы, 5-ке 9 қоссақ 14, 2-ні қоссам 16, оған 3-ді қоссам 19 шығады. Келесі есеп, Айжан, Айнұр және Әлбек мәтінді мәнерлеп оқу байқауына қатысты. Егер төменгі жауаптар қате деп тапсаң, онда балалардың әрқайсысы қандай орын алды дейді. Айжан бірінші немесе үшінші орын алды дейді. Бізде қате деп тұр ғой, соған өзің жауабын жаз дейді. Енді Айжан бірінші және үшінші орын алды дейді. Біз бұны жоққа шығарып, Айжанды екінші орын деп жазамыз. Келесі Әлібек үшінші орын алды. Ал Айнұр бірінші орын алды деп біз шындықты жаздық. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз өзіңді тексер 102-ші сабақ соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.